біз дайындалған кезде көп оқушылар айтады, біз дайындалам, бірақ қазір жаттап отырғаным ертең 3 айдан кейін енді болатын кезде ұмытып қалмайын ба дейді мысалға, иә. Сол үшін қай кезде жаттаған дұрыс дейді мысалға кейбір оқушылар. Или кейбір оқушылар айтады, сабақта вроде бәрін түсіндім, бір аптадан кейін үй жұмысын жасайтын кезімде что-то есіме түспейді, ұмытып қалдым дейді мысалға. Не үшін ұмытып қалады? Ол үшін қайталау жүйесі болу керек. Керемет қайталау жүйесі болу керек. Ол қайталау болмайтын болса, біз дұрыс үйренген болмаймыз. Ол жаңа не сияқты, мен мысалым бар жақсы. Сен тесік шелекке су құйған сияқтысында, су құйып жатсың, бірақ тесік шелектен ағып кетіп жатыр да. Ондай болмас үшін біздің керемет ұйымдастырылған қайталау жүйесі болу керек. Үйрену дегеніміз ол әрдайым ұмытумен күрес. Немесе жаңағы орыс халқының несі бар ғой, мақалы бар, повторение мать учения дейді, яғни қайталау үйренудің анасы дейді. Демек, жақсы қайталау жүйесі болу керек. Немесе өзіміздің Абай атамыз да айтып кеткен, 32-ші қара сөзінде айтады, білім ғылымды үйренуге 2 қару бар дейді. Біреуі мүлахаза, екіншісі мұхафаза дейді. Мүлахаза дегеніміз ол интерактивны талқылау арқылы үйрену, екіншісі мұхафаза дегеніміз ол жаттау, яғни есте сақтау. Егер дұрыс есте сақтай алмайтын болсақ, ұмытып қала беретін болсақ, ол кезде оқығанымыздың дым пайдасы жоқ. Енді ұмытпас үшін кез келген адам ұмытады, оны ұмытпас үшін ғалымдар зерттеп тастаған 60-шы жылдары Эббингауз деген неміс ғалымы осы ұмыту теориясын шығарады. Ұмыту теориясын қарайтын болса, бір күннен кейін адам жаттаған, үйренген нәрсесінің 90%-дайын ұмытып қалады екен. Сосын ол бір күннен кейін қайталап көреді, бір күннен кейін қайталаса, уже азырақ ұмытады одан кейін. Сосын ол жаңағы қандай периодпен қайталау керек екенін шығарады. Оны біз жаңағы теория забвения дейді, яғни ұмыту теориясын шығарғанда, соған қарай